Толағай бір түні шөптің үстінде жатып, жұлдыздарға толы аспанға қарап отырды. Жұлдыздар жарық әрі әдемі көрінді. Бірақ бір нәрсе оның назарын аударды. Жұлдыздар бір қалыпты тұрмады. Олар жыпылықтап тұрды. Ол, неге жұлдыздар жыпылықтайды деп ойланды. Мұны білгісі келген Толағай түнгі аспанға қарай зымырап ұшты. Ол бұлттардан өтіп, жердің атмосферасынан асып шықты. Сол жерде Толағай қызық бір нәрсені байқады. Ғарыштан қарағанда жұлдыздар мүлде жыпылықтамайды екен. Демек, жыпылықтау жердің атмосферасына байланысты болды. Мұны нақтырақ түсіну үшін ол қайтадан төменге атмосфераға қарай сүңгіді. Толағай атмосфераға кіргенде, оның әртүрлі ауа қабаттарынан тұратынын байқады. Кейбір қабаттар жылы әрі жеңіл, ал басқалары салқын әрі ауыр еді. Бұл қабаттар үнемі араласып, қозғалып тұратындықтан, олар арқылы өткен жарық сәулелері майысып отырды. Алыстағы жұлдыздан шыққан жарық алдымен түзу бағытта қозғалады. Бірақ біркелкі емес ауа қабаттарынан өткенде әртүрлі бағытқа майыса бастайды. Бұл құбылыс сыну, рефракция деп аталады. Кейде жарық Толағайға қарай майысып, жұлдызды жарығырақ етіп көрсетеді. Ал келесі сәтте керісінше майысып, жұлдызды көмескі қылып көрсетеді. Осы үздіксіз майысу жұлдыздардың жыпылықтап тұрғандай көрінуіне себеп болады. Толағай жымиып, бұл құпияны енді түсінді.